Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Құрметті көрермендерім. Менде бүгін тікелей эфир. Мәрт Уинсон дей ма? Саламатсыздар ма? Кім екенін танымадым. Саламатсыз ба? Жайлап қосыла беріңіздер. Мен бүгінгі тақырыпты жазып қоюға тырысайын. Жанна, саламатсыз ба? Запрос жібересіз ба, әлде өзім қосайын ба? Саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға кеш жарық деймін. Мен кішкене әлі қоса алмай, тақырыпшаны жаза алмай жатырмын. Яғни бірден қосылып кете берейік, айта берейін, я? Жалпы. У Жанны даже күшті фон бар екен ғой, Жанна, сізде? Эфирге шығатын, да? Супер айды, да? Да. Рахмет, Төлеби. Адина, мен де қуаныштымын сіздердің келіп отырғандарыңызға. Так, сонымен ойлау қабілетін жетілдіру, жалпы ойлау қабілетін жақсарту. Не үшін қажет? Так, что лучше? Жанна, я не дұрыстау керек сияқты. Әлде менде де сондай ма? Байланыс қалай екен айтпақшы, айтып жіберсеңіздер. Біздің даусымыз естіліп жатыр ма? Менің даусым жақсы естіліп тұр ма саған? Эфирде отырған. Естіледі? Да? Тебя вот сейчас хорошо слышу. Бірақ мен байқағаным кешеден бері, рахмет, Мадина, кешеден бері интернет жақсы жұмыс істемей жатыр. Сондай бірдеңе болып тұр. Вот, мен жарықты қосайын тағы да. Жарық дегенде кейін жарықты қосып жібердім ба? Рахмет. Я, көрермендермен мен өзімнің қонағымды таныстырайын. Менің қонағым ақтөбелік Жанна деген керемет келіншек. Я, естіледі дейді. Жайсан апайым да осындай екен. Бүгін біздің әңгімеміз жалпы осы ойлау қабілетін жақсарту, ойлау қабілетін дамыту біздің өмірімізде қаншалықты қажет. Байланыс нашар үзіліп жатыр дейді, я? Күләш Айтбаева. Так. Именно кімнен нашар естіліп тұр екен? Жазып жібере ме? Я, айтып жіберсеңіздер, менің байланысым нашар болып тұр ма, әлде Жаннанікі ма? Или менікі ма? Кім тыңдап отыр, кім қарап отыр, айтып жіберсеңіздер. Мен де нашар шығып жатырмын ба? Байланыс үзіліп жатыр ма, әлде жақсы ма бәрі? Мен сені нашар естіп тұрмын арасында. Сифони жетіп тұр. Мен де, Жанна, сізді солай естіп тұрмын. Кішкене арасында. Үзіліп па? Может выйти опять зайти или как? Нет, мне терпимо. Терпимо, вот онда. Қаламқас бәрі екеуіңізге жақсы дейді. Рахмет, Қаламқас. Онда біз жалпы бұл эфирді, жалғыз өзім айта бергенше, қасыма қонақ қосып, Жаннаның оқырмандарына да өзін айтып, түсіндіріп, таныстырып, өтсек деп едік. Жанна нашар дейді. Енді кішкене шыдайсыздар. Түсінетін болатын шығармыз. Егер даже тікелей эфир кезінде нашар болғанымен кейде болады, жазбасында, записьте көрген кездерде даусымыз әдемі естіліп жататын кездер болады. Бастап көрейік әңгімемізді. Жанна, өзіңді таныстырып өтсең,
или мен өзімді бір ауыз таныстырайын, себебі бұл эфирге тағы да сіздің де менің де оқырмандарым қосыла алады. Мынау кім екен сөйлеп жатқан, басқарып деп айтпасын. Менің есімім Сауле болады, Сауле Ботаева. 2 жылдан бері ма, 2,5 жылдан бері өзімді тануменен айналысып келе жатырмын. Қазір маған біреулер психолог деп таңба басып қойыпты енді. Психологтың оқуын оқыған жоқпын, бірақ өзімді өзім танумен айналысып, психология тұрғысында көптеген кітаптар оқып, дамудың арқасында практик психолог болып жатырмын. Өзіме көмектесе аламын, жанымдағы адамдарға көмектесе аламын, мәселенің барлығын қайда екенін шеше аламын, шешімін тауып, өзімнің өмірімді жақсартып жатырмын. Сол сияқты осы жұмысты жасау барысында мен көп адамдармен танысып жатырмын. Компания, Суперэго компаниясының ресми партнері болып табыламын. Сол компанияда яғни мастер-кит қолданушысымын. Бұл жерге келіп отырғандардың барлығы біздің парақшамызды атынан ақ біліп тұрған шығар. Менің парақшамда Ботаева Сауле мастер-кит қазақша деп жазып қойғам. Жанына да өзінің атын, логинінде Жанна мастер-кит деп қойыпты. Соныменен, или мастер-кит Жанна, я? Соныменен екеумізде не тақырыпта қайда жүргеніміз. Маған звонок кеп қалды, аяп етпейсіздер. Бәрі осы тақырыптар тұрғысында, яғни өз нәтижелерімізді айтып, ескертпеген екен мен. Менің қонағым Жанна, өзіңді айтсаң. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, енді Сауленің подписчиктері, менің подписчиктеріме, есімім Жанна Омаргазина, Ақтөбе қаласынан. Осы методика мастер-кит арқылы Саулемен бірге бір направлениеде жұмыс жасап жатырық. Методика мастер-китке мен өзімнің келгенім 2017 жылы қараша айынан бастап 2,5 жыл болады деп айтуға болады уже. Сол уақыттан бері үзбей пайдаланып келе жатырмын. Өзімнің өміріме көптеген осы методика арқылы, осы ой өріс өзгерту арқылы көптеген өзгерістер кіргіздім. Енді әркімге өзгеріс деп айтқанда, әркімге енді өзінің мөлшерімен бағалайды шығар, өзгеріс кімге қалай. Біреуге мүмкін салмақ түсірген өзгеріс шығар. Біреуге айлығын 3 есе көбейткен өзгеріс болады, біреуге 10 есе көбейткен өзгеріс болады. Сондықтан әркімнің өзгерісі өзінше, менің енді көптеген жетістіктерім бар деп есептеймін. Оны жаңағы қазір былай 2,5 жылды артқа ойлап қарағанда, енді қайсы бірін айтайын деп кеше Сауле осылай маған предложение жасағанда ойладым, қайсысын айтсам екен, қайсысы қызық болар екен, мүмкін мына жерім ешкімге қызық емес шығар деп. Өздеріңіз қарарсыздар енді. Жалпы мен мастер-китке қалай келдім? Мен психолог емеспін. Бұл салада ешқандай жұмыс жасап көрген жоқпын. Бірақ 2014 жылдан бері вообще жаңағы психолог деген адамдар бар екен, бірінші рет білдім. Енді оған дейін де ол мамандық бар ғой, бірақ именно менің өзіме жаңағы өміріме кездескені сол 2014 жылы. Онда да мен бір случайно тек естіп қалғанмын, солай психологқа барсаң, олар деген өзінің әдісі бойынша сенің ойыңды өзгертеді, соған көмектеседі, сол кезде сенің өміріңнен өзгерістер болады екен деп, мен соған бір жаңа сказка сияқты мықты сеніп қалдым да, сол үшін бардым. Барғаным, как жаңа, оправдал надежды. Бірінші мен ұлымды алып бардым, ол кезде ол подростық болған. Одан кейін соны өзгерісін байқағаннан кейін, бір шамалы, бір айдан кейін үлкен қызымды апардым.
сосын бірте өзім барып бастадым. Өзіме ұнады. Көптеген ой өріс өзгертуді мен сол кезден бастағанмын. Жақсы. Бірақ түсінгенім, психологқа барғанда сен бір мәселемен барасың, олардың жаңағы методикасы бойынша, енді сол сенің мәселеңді көптеген бөлшектерге бөліп береді екен де, тек бір ғана тармағыңды түсіндіріп, саған осылай ойла деп жібереді сені. Бірақ сен мына сол алған жаңағы мотивация сияқты неңді, әсеріңді ұзаққа апара алмайды екенсің да. Көп болса 2-7 ай солай ойлап жүресің, бірақ сенің күнделікті өмірің, өзіңнің окружениең, барлығы сені кері қарай қайтадан сені орнына қайтарып әкеліп қояды. Соны түсініп біліп жүргеннен кейін бірте өмірде жаңағы бір өзгерістер жұмыс жағынан болып, соның арқасында мен осы методикаға келдім. Келгенде маған жақын подружкам звондады. Айтқаны, әлі шейін айтамын, сол кезде сен маған қалай саттың? Бір 2 сөзбен сатып жібердің мастер-класты. Маған айтқаны, мысалы біз деген ақша дейміз ғой, иә? Көп адамдар осы енді өмірде доход көбейткісі келеді. Осы сен ақшаны менде көп болсыншы деп өзің ойлай бересің, бірақ сен тағы да соған параллельно тағы ойың бар, ақшам көп болса, жаңағы балаларым бұзылып кетеді, күйеуім өзгеріп кетеді деген ойың бар жерде, сен ақшаны көбейтуге рұқсат бермейсің. Ол сенің мына миыңда тұр. Ана ойыңда тұр, мына ойыңда тұр. Бірақ мына жолы болмайтын жағы басым болады. Неге десең, ол подсознаниеде тұр. Біздің подсознание өмірімізді 97%-ке билейді екен. Мына сен ақша болсын деген өзіңнің жоспарың, ол тек қана 3%-ке күші жетеді екен деп маған солай қысқаша түсіндірді. Сол моменттен бастап мен осы мастер-класты алғым келіп кетті. Алғаныма где-то бір көп уақыт кеткен жоқ, бір 2-7 шамасында мен алғанмын осы мастер-класты. Содан бері енді ой өрісі келе жатыр. Көптеген нәтиже ең бастапқы жаңағы табыс жағынан болды. Енді ол Үлкен нәтижең, яғни ақша, қаражат жағында болды ғой, да? Қаражат жағынан болды. Ең біріншісі менің деген өзім вообще мен есепші болып жұмыс жасадым. Соның алдында методикаға дейін мен где-то бір 4 ай бұрын жұмысымды тастап, басқа ментальная арифметика деген жаңа қосымша сабақ беретін курс ашып, соған ауысып кеткен. Сол кездерде хит болды ғой, елдің бәрі сол курсты оқып алып сөйткен, иә? Сол жаңағы көп ақша табам деп бардым ғой мен. Бірақ жұрттан көргенімде, группаларында балалар көп, соны отырып алып жаңа есептегенде маған айына талай табыс келу керек деп мен өзім сол салаға ауыстым, сознательно қорықтым, бірақ мықты. Енді есепшілік жұмыс стабильный ғой. Оны қалдырып мен анаған ауысып кету маған мықты қорқынышты болды, бірақ мен соған все равно өзімді жаңағы жығып жасадым. Барғаннан кейін маған жаңағыдай күткенімдей табыс келмей қалды. 10 бала, 12 балға. Клиент жоқ десей? Клиент жоқ, я нағыз мектеп сағаттың басталған кезі сентябрлерде оқушы болмай қалды. Соны мен қорқа бастадым. Бекерге кетіп қалдым ба деп. Сөйтіп жүргенде мына мастер-класс сатып алдым ғой. Ең бірінші нәтижем сол менің оқушым көбейді. Менің түсінгенім, ең бірінші мен ақшам көп болса, менің жақындарым менен жаңа бөліссін деп тілейді екен да. Мен как будто соған міндеттімді, менен ешкім қазақтардың установкасы ғой. Менен ешкім ақша сұрап жатқан жоқ, бірақ мен сол жаңа бөлісу керек, жақыныңмен бөлісу керек деп бізді тәрбиелейді ғой. Сол установка менде ұстап тұрғанда, енді мен ана жерден көп ақша тапсам, мен бәріне бөліп беру керек болуым екен да. Аз ақша тапсам, менен ешкім дәметпейді. Вот сол установканы тапқанымда 2 жетінің ішінде менің 10 шақты баламнан группам 30 балаға жетіп қалды. Жаңа бір ауыз бөлейінші. Кішкене байланыс нашарлау болып тұр да сен тарапынан. Или Wi-Fi ауысамыз, или же мобильный данный қосасыз ба, бірдеңе қыламыз ба? Wi-Fi негізі сильный.
сильный мобильный я кешеде айтпас, нашар. бірақ мен байқағанымша жанна кешеден бері интернетті глушить етіп жатыр ма бірдеңе қылып жатыр. Может, мобильный данныға өтіп көресің ба? Екеуін параллельно қосып қойсам болады. Дұрыс болар. Параллельно қосылмайды ғой, или то, или другое. Бір уақыт соны қосып көрейік, қалай болатынын. Потому что маған да солай нетіп жатыр да, үзіліп келіп жатыр кейбір сөздерім. Ал енді Плавно емес. Біраз сөйлеп көріңіз. Келесі оқушылар көбейді 2-7-нің ішінде. Ары қарай. ең бірінші менің алған нәтижем сол табыс жағынан мен жаңағы өзімнің установкамды таптым. Оны ол кезде енді методиканы жаңа алған кезім ғой, соның өзінде мен соны жойып жаңағы дұрыс жойған болып тұрмын ғой. Оқушыларым көбейіп, табысым көбейгеннен кейін мен енді сол мастер-класты енді жаңағы ары қарай үйренгім келіп, жаңағы жатпай тұрмай дейді ғой, сол жатпай тұрмай соның барлығын жасап, бірте ары қарай енді жасай бердім. Күнделікті қолдана бердім. Я, орнына оқушылар келіп сөйтіп жүргенімде уже мен енді басқа да жоспарларым бәрі сол ақшаның арқасында шешілетін жоспарлардың барлығы шешіле бастады. Ең бірінші есімде қалатындай жаңағы көп адамдардың жаңа сұранысы қазіргі кезде табыс, соны есептеп отырмын енді. Осы менің жетістігім, әлгіге шейін сол жетістікпен келе жатырмын. Одан бері енді тұрып жатқан қаламды ауыстырдым. Қазір енді шамалы өзгерттім. Немді айналысатын ісімді, ментальныйды қазір қойып, осы методика распространениемен айналысып жатырмын. Ол жағында да бизнес суперэго десейші таңдағаның, иә? Бизнес суперэгомен айналысып жатыр. Сол жақсы. енді сұрақтар болса, мүмкін басқа адамдарға ол қызық емес шығар, мүмкін басқа жағынан нәтижелер қызықтап тұр ма? Ондайлар көп болады. Мен өзімде мысалға, білмеймін, өткенде сен бір не жазып қойғансың хабарландыруда. Біз қазір Жанна екеуміз бірге бір американдық коучта сабақтамыз, иә? 3-ші ай тренингте жүрміз. Сол кісінің үйретуі бойынша біз өзімізге дұрыс сұрақтарды қойып, Жанна екеуміз бір-бірімізбенен солай танысқанбыз. Бір сабақты өтіп жүріп, бір ай бойы біз бір-бірімізге күнделікті бір сұрақтарды қою арқылы өзіміздің тұңғиықта жатқан дейміз ғой, іште жатқан, жасырын жатқан ойларымызды судың бетіне шығарып, оларменен жұмыс істеп үйрендік жалпы. Сол бір ай бойы Жанна екеуміз бірімізге күнделікті сұрақтарды қою арқылы бір жағынан мен енді шынымен уже подружка сияқты, дос құрбым сияқты ешқашан көрмеген, танымаған адамменен бір айдың ішінде өте жақын туыс болып кеттік. Біз бір-біріміздің үйіміз, бала-шағамыз, күйеуіміз барлығын білеміз, бизнесіміз туралы айта аламыз бір-бірімізге. Себебі біз ол сұрақтарға жауап беріп отырып, өзіміздің ішімізден өзіміздің жауаптарды табамыз. Сондай бір керемет сұрақтар. Енді ол кісі де Джон Милтон Фок деген оны 40 жылдық өзінің сетевой бизнесте жұмыс істеп жүріп тапқан, өзінің пайымдауы бойынша тапқан сұрақтары өте қарым-қатынасты жақсартатын. Сондай сұрақтарды мен өзім командама да қойып тұрам. Командамда қолданып жүрген қыздарымыз айтады, керемет екен. Себебі дұрыс сұрақ қоя білудің өзі өнер екен да. Сондай сұрақтардың бірі дейді, жалпы өміріңде не өзгерткің келеді дегенде кезде біз ойлаймыз, мақсатың не деген кезде адамдар бәрі жауап бере алмайды, айта алмай қалады, иә? Мақсатың не болсын, аман есен жүру бірдеңе деген сияқты да. Мақсаттардың ішінде олай емес, сұрақты кішкене төңкеріп қояды да ол жерде. Өміріңде не өзгерткің келеді? Өміріңнің қай саласын өзгерткің келеді дәл қазір? Не көңіліңнен шықпай тұр, және оны өзгерту қаншалықты маңызды деген кездерде сен ойлана бастайсың. Шын өзіңнің ішкі жан дүниеңдегі бір нелер шығады ғой, қалауларың, өзіңнің қалауларың шығады. Шынымен не өзгерткің келеді деп. Жаңа тағы да бір еске түсіріп тастаймыз ба? Мүмкін бұндай нәтижелер өте көп қой. Мен айтар едім де, сен сол коучингтің ішінде Жаннаның жазып қойғаны бар тұғында, мен адамдарға не істеуге көмектесем дедім, тағы бір айтшы.
Я помогаю изменить отношения деп па Я. установить. Отношения жағынан енді айта кетейін, сол сұрақты жаңа айтып жатыр ғой Сәуле, бірінші естігенде жауап бере алмай қаласың деп. Неліктен біз жауап бере алмай қалатын себебіміз, біз күнделікті өмірде ондай ойымызға, жоспарымызға, алдағы жаңағы мақсатымызға біз не қоймаймыз. Фокус дейді ғой. Біз күнделікті шаруаға жаңағы қалай мына қарызымды төлесем екен, я болмаса ана бір той болайын деп жатыр, соны қалай атқарсам екен, я болмаса күнделікті мына баланың сабағын қалай жақсы баға алу үшін дұрыс үйретсем екен. Сонымен бүкіл біздің мына ой өрісіміз жаңағы направлениесі, фокусы сол күнделікті шаруада болады. Ал енді ертеңгі күнімізге біздің мақсатымызға крупный жаңағы ертеңгі бізге керек затқа біз оны ойланбаймыз. Сондықтан біз оған жете алмайтын көп адамдардың себебі де сол. Біз оны ойламаймыз. А біз оны ойламасақ, как будто ол бізге керек емес сияқты болып тұрады. Мына сұрақтармен адам сол жаңағы не өзгерткің келеді дегенде отырып алып ойланып қаласың, не өзгертсем екен? Сосын жан-жағыңа қарап уже барып бірте күнде ести бергенде бір үшінші, төртінші күні да біз сол сұраққа уже жақсы шапшаң жауап беретін болып үйрендік. Қаншалықты ол бізге пайда келтіретінін сол жерден білуге болады. Біз мынау направление, фокус внимания өзгертеміз да, сол жағына қарай біз қозғаламыз. Сол жаққа бізді аппарат жалпы мына несі Вселенная дейді ғой. Вселенная бізді сол жаққа қарай жеткізеді. Қалай дейін? Я хочу... Себебі... Айтып бер. Отношения туралы. Я помогаю людям изменить отношения дегенде, ең ойландым мен, қайсысын жасасам екен? Төрт саланың қайсысын жасасам екен? Я помогаю людям повысить доход десем, мүмкін бір адамға ол доход маңызды емес шығар. Я болмаса, я помогаю людям улучшить свое здоровье десем, мүмкін көп адамдардың денсаулығы жақсы шығар, Сондықтан ортақ барлығына жаңағы әсерін беріп тұратын ол отношение деп ойладым да, сол отношениені жаздым. Неге десеңіз, адамның ең бастапқы жаңағы мына өзін қабылдауы, барлығы отношениеге байланысты болады. Ол мына айналамыздағы ең жақын адамдармен қарым-қатынас. Қарым-қатынасың өзіңе ойыңнан шықпай тұрса, уайымдайсың оны, ашуланасың. Уайымдап ашуланғанда сен денсаулығыңа зақым келеді. Сенің негізі адамзат біз дүниеге келген кезде біз сондай ғой, адамменен қарым-қатынас жасау арқылы вообще өзі махаббат беруге, махаббат алуға келген адамдармыз ғой біз. Ал бір қоғамсыз жалғыз өзің ешқашан өмір сүре алмайсың. Ол қызық та емес. Біз біреу үшін жасайтын сияқтымыз, немесе өзіміз жаңаларға көмек беруіміз үшін сияқты жалпы өзіміздің пайдамызды адамдарға келтіргіміз келеді ғой. Сол ғой қарым-қатынас деп отырғанымыз. Сосын адамның өмірінің бәрі онсыз мүмкін емес сияқты. Қарым-қатынассыз. Барлығы осыдан келіп шығады. Табыс тапсақ та, басқа қылсақ та бәрі адамдар арқылы табамыз ғой біз бәрі табатын ақшаны да. Мысалы айтып жіберіңізші дейді Тоқтиева, 23. Сол, например, отношение нашар болса, сен ешқандай жоспарға да жете алмайсың. Ақшаны да тапқың келмейді. Тапқан ақшам жаңағыдай сен өкпелеп отқан адамға пайдалануға бергің келмейді. Сондықтан сен ақшадан да отказ бересің. Соның барлығы бір-біріне байланысты. Мысалы айтып жіберіңізші деп жазған екенсіз. Мысалы мен осы 2,5 жыл жұмыс жасағанда методикамен мен 3 дүркін ең жақын адам өзім жолдасыма жаңағы мастер-кеттің ішінде шаблондар бар. Әрбір салаға бөлек-бөлек шаблон. Сол Абида деген шаблонмен 3 дүркін жұмыс жасады. 3 дүркін дегенде ол бір кіріп тек бір жарты сағат уақыт жаңа бөліп емес. Мысалы бір определен бір шаруаға келіспей қаласың, Соны
методиканың ең маңызды жаңағы основасы негізі. Все, что происходит в моей реальности, результат моих подсознательных желаний. Если сен қасыңдағы жолдасың саған сенің ойыңдағыдай оның ойы басқа болса, значит, маған солай керек болып тұр. Мен сөзбен айтқанда, былай айтам да, менің подсознательный өзімнің желанием басқаша болып тұр деген сөз. Сол үшін ол кісі басқаша айтады. Екеуміздің ойымыз екі жақ болып кетіп тұрған. Соны мен обида деген шаблон арқылы жұмыстанып, сосын как впустить в свою жизнь идеальные отношения деген кітап бар ғой осы методикада. Оны эфирден кейін жеткізіп болады. Сол кітап бойынша соның ішінде берілген топтама проработкалерді жасау арқылы мен соны бір 3-4 күн жұмыс жасап, көптеген өзіме өзгеріс кіргіздім. Ең бірінші осы мастер-кет сатып алғанда, мен жұмыстанғанда, ол кісі қарсы болып, сен не істеп жүрсің, бұл не, қаяққа ақша төледің, компьютермен отырасын да қоясың дегенде, мен осы заттарды жасағаннан кейін ол кісінің ой өрісі өзгеріп, бұл мүмкін дұрыс па деп интересоваться етіп, бірте-бірте өзі де үйреніп, бұл научно доказанный методика болғаннан кейін сол жаңағы информацияларын қарап, ютубтан, сол бір жетістігім болды, что мен жолдасым менімен бірге осы методиканың беріліп атқан жаңағы методика арқылы жететін өзгерістерге бірге менімен жүрді. Екеуміз бір жаққа ойлайтын болдық, бір направлениеде жұмыс жасайтын болдық. Неге десеңіз, өмір бір болғаннан кейін бірге болған жақсы деп есептедік та, солай бір направление. Мақсат бір, я? Мақсат бір, әдіс бір болды, керемет қой ол, жақсы. Қыздар да қуанып жатыр, кім көріп жатқандар. Келесі жасаған себебім, осы методиканың өзінің, компанияның жаңағы жыл сайын май айында Open Day деп айтылады. Үлкен жаңа мероприятие өткізіледі. Сол Open Day'ге мен мықты барғым келді. Бірақ мен жолдасым жаңағыдай бәрін поддерживать етеді, осымен жұмыстанады, бірақ бармай қойсаң қайтеді деген сондай сөздер айтылды да. Мен енді мықты барғым келді. Мына енді күнделікті бұндай неден живой общение болмағаннан кейін, ол жерге барсаң, сол адамдарды көресің, сол Дарья Трутневаны көресің, өз аузынан естисің, соған мықты барғым келді да. Ол кісі қайтадан қарсы болғаннан кейін, мен қайтадан жаңағы заттарды қайтадан жасадым. Опять же, мен жаңа кітапты алып, как впустить в свою жизнь идеальные отношения деген керемет кітап. Соны жасаған біраз уақыт соған бөліп, соны жасадым. Соны жасап болғаннан кейін, ол адам басқа адам айтады. Жолдасым өзі айтты. Жарар енді барсақ барайық, есепке шеш, қанша ақша кетеді екен. Тікелей самолет бар ма деп уже Ақтөбеден тікелей ұшайық деген өзінің жаңағы инициативалары болды. Оған мен мықты қуанып кеттім. Даже бірге барайық деді ма? Бірге, мен де барайын деді. Сен бар деді, бірақ мен де барайыншы. Сосын үлкен ұлымыз бар, енді ол үлкен студент. Ұлды да алып кетейік, ол да көрсін сондай бір жақсы жерлерді жас кезінен бастап жақсы жаңағы бағытта ой өрісін қалыптастырсын деп ойладық та, баламызды да алып кеттік. Сол келесі жаңағы проработкам осы обида именно жолдасыма деген сондай нәтиже берді маған. Онымен қатар енді бизнес суперэго қатар жүреді любой кезде, барлығы табысқа тірелетін болғаннан кейін, уже мен анаған барам деген ойым болғаннан кейін, менің табысым да көбейді. Параллельно бизнесім де жақсы жүріп кетті. Жаңағыдай өзімнің жаңағы арманым да орындалды. Балам, жолдасым, мен үшеуміз май айында 19 жылы Москваға барып келгенбіз. Одан кейін енді именно тек осы отношение туралы айтып отырмын ғой. Одан кейін үшінші осы проработкам именно обидадан, ол жаңағы орысша айтқанда благодарность дейді ғой. Сол благодарность арқылы қайталап жіберіңіз.
благодарность, ризашылық білдіру. Иә, иә. Сол жолдасыма ризашылық білдіру арқылы, оның да осы мастер-киттің ішінде шаблондары бар, өзінің жаңағы соған бөлінген. Енді айттым ғой, юм менімен бірге проработка жасап, өзінің бөлек мастер-киті бар, жасағанымен анда-санда жаңағы ой өрісі бәрібір жаңағыдай басқа жаққа кетіп қала береді де, менікінен бөлек болады. Соны енді үшінші жасаған себебім, опять же, неге ол кісі маған солай қарсы айтып тұр? Опять же, ол значит, менің ішімде бір какой-то жаңағы блок тұр. Мен сол блокты жою керекпін, значит, мен бұл адамға благодарность жасау керекпін деген бір өзіме ой келді, ризашылығымды білдіру керек. Ал менің подсознаниемде, оказывается, мен енді жолдасым болғасын 26-27 жыл бірге тұрғанын, мен оған ризамын. Бірақ менің подсознаниемде, оказывается, мен жаңағыдай риза болсам, мен ол адамның ойынша өмір сүру керекпін. Значит, маған осындай саморазвитие, өзім осылай жұмыстану, өзім бір көзқарасым болу дегенге мен, оказывается, менде запрет болады екен деп, мен солай ойлағанмын. Подсознаниемде солай тұрған. И сол үшін ол адам, оказывается, все время маған как жаңағы подножка қойып тұрады екен де, мен өзім оны тілеп алып отыр екен. Соны осы ризашылық білдіру арқылы, келесі осы жаңағы үшінші дүркін проработкам жолдасыма деген, соны жасадым. Одан кейін көптеген өзгеріс қайтадан болып жатыр. Жолдасым полностью уже күн үзбей проработка жасап, даже көптеген маған жаңағы сен деген былай айтасың, ол олай емес, былай екен деп, даже маған жаңағы Үйретіп жатыр ма? Үйретіп, осы бір ай шамасында уже сондай жетістікке жетіп жатыр. Ол енді күнделікті өмірге, мына бала тәрбиелеуге, жан жағымызға, қарым-қатынасқа барлығына ол септігін тигізеді. Біз уже мына фокус внимание баяғы өтіп кеткен өмірге емес, баяғы өкінішке, ренішке, оған емес, біздің фокус внимание уже алға, болашаққа, опять же, бір направлениеде бірге ойлап, солай сөйтіп жүргеніміз бар. Ой, молодец, Жанна. Қараңыздаршы, осында тыңдап отырған оқырмандарыма бір түсіндіріп кетейін. Сонда адам бар ғой, күйеуіне, жолдасына, енді обида дейміз ғой, өкпелеп, ренжіп отырған жоқ. Реніштің неден пайда болатын себебін өзінен, ішінен анықтап, соны проработка жасау арқылы екеуінің арасындағы қарым-қатынасты и вообще жалпы күйеуінің ой өрісін өзгертіп отыр. Былай қарағанда, иә? Оған барып ештеңе үйретіп жатқан жоқ. Біз сен ондайсың, мұндайсың деп жатқан жоқ. Біз оны прекратить етеміз, өзіміздің ішімізде ол себепті табамыз, иә? Сөйтеміз де оны проработка жасаймыз. Керемет. Мен жаңа олай емес, бұлай деп олай айтқанмен ол адам оған өзгере қоймайды. Бір адам ұнамай ма, ол жолдасың болсын, балаң болсын, жақын құрбың болсын, я туыстарың болсын, ол адам ұнамай ма? Значит, соны сондай жағымсыз болып көруге менің миымда себеп тұр. Мен соны табам, сол себебімді мен өзгертем, ой өрісімді өзгерту деген осы жерде. Сол адамға отношением өзгереді, и ол адамның уже маған дегенде жаңағыдай оның да қарым-қатынасы өзгереді. Иә. Жаңа орысша айтқанда баяғыда біз айтатын едік қой. Если тебе не нравятся обстоятельства, поменяй на это свой взгляд. А оны қалай сен взглядты өзгертесің? Тек қана өзіңнен табасың. Мысалы, жаңағы менің айтқанымда, соңғы проработкамде, мен күйеуіме риза болсам, значит, мен бір андай жұмыс жасамайтын, ештеңеге қызықпайтын, алға басқысы келмейтін, мына заманның ағысымына байланысты өмір сүрмейтін, сондай адам сияқты болып қалу керек болып тұрғанмын мен ойымша. Сол үшін мен жоқ, мен ондай болмайым деп, мен жаңағыдай кері жаңағыдай қарсы шыққан сияқты болып солай жүргенмін. Мен өз ойымды өзгерттім, и жолдасымның уже көзқарасы өзгерді. Менің айналысып жатқан осы методикамды толығымен ол адамға қабылдауға мен рұқсат бермей тұрғанмын. Бір жағынан, мен айтпай кетіп отырмын.
оказывается, менің еще ойымда былай болған. Если ол да осы мастер-китті мен құсап қабылдап кетсе, ол менен күшті болып кетеді. И мен оның қасында төмендеп қалам да, а мен төмендеуге маған болмай, қалай мен өзімді төмендеуге жіберем. Сол үшін, оказывается, мне было выгодно оны жаңағыдай, сен мастер-китпен істе дегенмен, маған выгодно болған, что оның до конца жаңағыдай түсінбей жүргені маған выгодно болған. Мен оның қасында нашар болып көрініп қалам да, ол менен күшті болып кетеді. Уже мен, например, рұқсат еттім, екеуміз бірге обсуждать етеміз, көптеген өзіміздің жаңағы өмірімізге байланысты бір заттарды тауып алып, бірге талқылаймыз. Ол да кәдімгідей керемет разбираться етіп, оказывается, ол бәрін біледі екен, мен кәдімгідей соны сезініп жүрмін. И екеуміз бір-бірімізді ешкімнен кем емес, ешкімде не етпейді ғой, олар да түсінеді, олар да барлығын біледі. Бізден жақсы деп білуі мүмкін, бірақ ол бізді кемсітпейді да онда тұрған. Сен бір жерден жақсы білесің, ол бір жерден басқа жерден жақсы біледі. Сондай ғой. Бірден білеміз қазір. Молодцы. Ол өте маңызды зат деп соны ойлаймын енді. Ең бірінші жаңа фундамент дейді ғой, біздің бірімізге деген қарым-қатынасымыз жақсы болса, біз жаңа бір немен жүреміз да, бір направлениемен бірдей жетістікке жетеміз. И вообще ерлі-зайыптылардың негізгі бірге дамығаны вообще жақсы нәрсе ғой. Бірінен бірі қалмай да, бірі озып біреуі кетудің қажеті жоқ. Өте керемет нәрсе, қуаныштымын. Алдауысы, екіншісі кем болғанда уже разногласие болады, өкпе болады. Түсініспейді бір-бірінен. Жаңа біреулер сұрап жатыр осы жерде да, сонда установкаларға байланысты ма дейді. Жанна өзіндегі установкаларды, жаңағындай ойлар ғой, установка деп отырғанымыз біздің ішкі ойларымыз. Соларды табу арқылы, оларды жою арқылы, тек қана тауып емес, біз көбінесе таба аламыз, оларды оңай табуға болады. Табудың да бірнеше жолдары бар. Тауып қана қоймай, оны жойып отыр. Жою арқылы өзгерісті енгізіп отыр. Сосын біреу сұрақ қойыпты, проработка деген не? Проработка деген осындай процесс. Өзіміздегі шынайы өмірдегі нәтиженің болмауына ішіміздегі себепті тауып, сол себепті установка деп атайды оны, немесе ой тұжырымымыз біздің. Соны өзгерту, жойып тастау. Жойып тастаған кезде ол мүлде жойылып кетпейді, оның орнына басқаша ой келеді. Инсайт ретінде. Басқаша ой келеді, яғни ол сен одан төмен болып қалмайсың, оның дамығанды жақсы деген сияқты. Так, Тоқтиева деген сіздің оқырманыңыз ба, Жанна, менікі ма? Сұрапты, мастер-кит шектеулі ме уақыты дейді. Мастер-кит негізі өмір бойына берілетін сізге құрал, телефонды қалай сатып аласыз, өзіңіздікі, ол әрқашан сізде болады, логин пароліңізбен кіре бересіз әрқашан. Оның ішіндегі уақыты шектеулі тек қана тренажер. Тренажер жаңағындай өзімізге сұрақ беріп, әртүрлі шаблондарға жауаптарды табуға мүмкіндік беретін компьютерлік программаның бір бөлігі. Яғни тренажер деп кіреміз де, біреулер ойлапты өткенде, тренажер деген тренажердің залдағы міне бір осы программамен бірге тағы да бірдеңе сатып алады екенсің, бір оборудование деп ойлапты да. Білмеймін, неге олай екен, енді сондай бізде қалыптасқан образдар болады ғой, тренажер десе. Ондай емес, ол кәдімгі компьютердегі приложение. Приложение, программа. Приложениялар көп қой бізде, Каспий.kz дегенді елдің бәрі біледі, Каспий.kz деген нәрсені. Сол сияқты приложение, логин пароліменен. Проработканы ақшаға да істеуге болады, Ақшаға да, Сәуле сіздің оқырманым дейді. Барлық мәселеге бұл. Енді қарым-қатынасты көбірек айтты, денсаулыққа да. Денсаулыққа да біз жаңа айтып отырмыз. Мен осы жақында бір нем болды, проработка жасадым. Мен өзім, мысалға, ең басты нәтижелерім, мен оқырмандарым білетін шығар деп ойлаймын. Мен олар туралы бірнеше рет жазған, бірнеше рет эфирлерде де айтқан болатынмын. Ең басты мәселелерім менің, экзема деген жарадан жазылдым. Өзімді қабылдау арқылы, ол да бір не болатын, менің адамдарға деген раздражением ретінде соның көрінісі. Бұл қолыма шығатын, кейін уже ол раздражение көбейген кездерде менің қолым түгіл аяғым, одан мойным, бетіме шығып кеткен кездерде мен жаңағы уже тревоганы ұрдым ғой, әйтсе қолыма мен ол
неше жылдан бері мен оған үйреніп те қалған едім да бір жағынан. Ал одан арылдым. И грыжа деген нәрсені де мүлде сезбейтін болғанмын қазір. Жоқ болып кетті белімдегі грыжа. Осы елдер бүйтіп отыра алмайды ғой, абай белім ашып кетті деп. Адамдарда көп. Оның бәрі жаңа финансовый страх, опоры жизни нету, не чувствую опоры деген сияқты сезімдер екен. Соның бәрі уже кеткен кездерде не белің ауырып атқан жоқ, басқа жерің, ауырып атқан жоқ, жараларың жоқ, әдемі сұлу болып жүресің. Так, Жаннадан алғандарға Жанна үйретеді, менен алғандарға мен үйретем. Алғашқы кездерде сүйемелдеу міндетті түрде болады программа бойынша. Ішінде программалар жаңарып отыра ма? Егер компания жаңартып отыратын болса, обновление, мен мысалға MasterKit 1 алғам. Мен как раз MasterKit 1-2-ге ауысатын кездерде, сол бір айдың ішінде алдым. Мен бірінші MasterKitті алдым, ол 2-ге автоматически ауысты. Қазір енді үшінші MasterKit дейді, бірақ енді 3.0 демейді, оны жалпы полный MasterKit деп атайды да уже, полная версия. Деңгейлері бар уже, бөлінген деңгейлерге. Егер деңгей қосылса, бәрімізге бірдей қосылып береді ғой ол автоматически. Сондай. Методика авторы Дарья Трутнева осы жиі Қазақстанға келіп тұрған, өткенде тур болып, ол енді бір легенда сияқты адам емес, ол кәдімгідей халықтың ортасында жүрген адам, оған тікелей сұрақ қоюға да болады. Автор методики, ол постоянно осымен жұмыстанып, ізденіп, өзінің жаңа тапқан нелерін, жаңалықтарын қосып, постоянно дорабатывать етіп отырады. Күні кеше жаңа тағы жаңа продукт қосылды. Доп продукт. Подарок. Сыйлық ретінде бізге берді. Өте күшті, мен кеше бастадым. Мен де бастапқы бір екеуін ғана бастадым. Шынымен мақсатың бар болса дегенге біздің установкаларымыз көп екен ғой. Менің мақсатым орындалса, мынаның бәрі нереально деп. Ол орындалып кетсе, мынаның бәрі нереально болады деген сияқты да. Ол нереально болса, менің өмірімнің бәрі бекер ма деген сияқты. Мен қасымда жүрген адамдардың өзінде, мен партнерларымда сондай болып жатыр қазір. Егер дейдім, мен мынандай нәтижеге жетілетін болсам, сонда мен 45 жыл өмірім бекер ма деген сияқты да. Егер бұның бәрін установка ретінде алып тастайтын болса, осыншалықты оңай болатын болса, ол нәтиже. А шын мәнінде барлығы оңай. Менде осы жаңадан бір қосылған қызым, тоже баласының көзін проработка жасаған, минус бірдеңеге кеткен, бір барып тексерген кезінде. 10 күннің ішінде қайтып келесіңдер, мына бір тамшыларды тамыз деп жіберген. Енді ол тек тамшы тамызбастан, өзі біледі ғой, MasterKitте болған соң, ол жерде өзінің установкалары бар екен. 10 күн отырып установкаларымды алдым дейді. Ең жаңағы несі, маңыздысы не болған? Маған ұқсамай қалады деген сияқты ма, ол очки тақпаса, бірдеңе деген сияқты. Сондайда, ал установкаларын бәрін жойған, 10 күннен кейін барып анализ тапсырса, көзі деген жап-жақсы деп. Сөйтіп, справка алған ғой, қандай күшті болады. Миллионер боласыз, Тоқтиева есіміңіз кім? Болам деген адам болады. Просто установкаларды алып тастау керек. Сіздің миллионер болуға кішкене қазір ойыңызда бір ойлар бар ғой, болып кетсем мен сосын бәріне бөліп беру керек дегеннен басталады қазақтың установкалары. Туысқандарының бәрі менен сұрайды, қарыз сұраушылар көбейіп кетеді деген сияқты. Сондай. Мадина, рахмет сіздің қолдау беріп жатқандарыңызға. Мадина, наставник де көмектеседі. Каждый находит своего наставника дейді, все-таки. Өз адамына жолығатқанша нетсе де, адамдардың бәрі. Менде осында Әселі қосылды, рахмет айтам мен өткенде, Әселге де. Оншалықты танымайтын, шын айтқанда біз көзбе-көз, менің наставнигімді, көзбе-көз қатты кездесіп жүрмегенбіз. Бірақ мен онымен жақынырақ танысқан кезде, осы өткенде Алматыға барған кезде, біраз отырып, әңгімелестік. Мен оның жаңа қырларын аштым, көбірек жақынырақ тани бастадым. И сол кезде өзімнің соның командасына түскеніме ризашылығымды сездім ғой ол сол кезде. И сол кезден бастап уже отношениемді өзгере бастады. Жалпы адамдарға да, командама да. Негізі сондай нәрсе жақсы екен. Тану керек, наставниктерді. Адам қатынасты бұл жерде де опять же айтылып жатқан, Методиканың жақсысы осылай жан-жақты адамдармен танысасың.
өзіңе жаны жақын адамдармен танысасың. Мысалы, мен Сәулені былай кезде мен методика болмаса бұл кісіні вообще танымаймын. Чимкент қайда, біз қайда деген сияқты, иә. Қазір міне осы жаңағы айтылып кеткен коучингтің арқасында осының алдында мен Башкириядан бір адаммен осылай созвонда болдым, бір ай болды. Тоже жаңағыдай жақындасып кеттік. Одан кейін Сәулемен болдым. Енді қазір 3-ші айда мен Германиядан бір келіншекпен сөйлесіп жатырмын. Ол орыс, бірақ Германияда тұрады. Әрбір жақта қазіргі енді 21-ші ғасырдың керемет уақытында тұрып жатырмын деп мен өзім қуанамын. Үйде отырып, американдық миллионерден сабақ аламыз. Жан-жақты дүниежүзінде адамдармен достасамыз. Соның барлығы керемет, соның барлығы адамға мынау ой өзгертуге көмек. Отношение туралы бір тағы есіме түсіп отқанын айтып жіберейін. Енді отношение туралы көп ізденіп жаңағыдай информация жинағаннан кейін мен бір зат, жаңағы маңызды зат таптым деп білемін. Оны да енді методика авторы өзі бізге жеткізіп айтты. Соның ар жағына енді мен жаңағы доработала, догнала деп айтады ғой орысша. Мысалы семья, иә, өзің, например, серігің. Кейбір семьяларда болады, жолдасы мүмкін жаңағы көңілінен шықпайтын болады. Көңілінен шықпағанда табысқа ұмтылысы жоқ, ішімдікке салынады, болмаса ішімдікке салынбаса да әйтеуір бір мақсатсыз, бір түрлі бір жаңағыдай күнделікті жұмыс жоқ деп жатуы мүмкін, иә. Жатып, диванда жатып деп жаңа ренжіп айтады ғой. Көбінесе, оказывается, ол именно жолдасыңның сондай өмірге көзқарасын жоқтығын, ешқандай талпыныс жоқтығын әйелдер біз өзіміз соны притягивать етіп алады білеміз. Неліктен? Осы жерде көбісі айту мүмкін. Қалай мен оны притягивать етемін? Маған керек, ақша керек, оның жұмыс жасағаны керек, да? Но ол оны істемейді, ол сондай, мындай деп жаңа ұрсамыз. Оказывается, біздің миымызда мындай зат тұрады екен. Барлығымыз бүгін жасымыз біраз болғанымен кезінде 18-15 жаста мүмкін жаңағы біреу өмірінен көріп, одан да бұрын кезде мындай бір ситуацияларды естиді. Аналар ажырасып кетті, тастап кетті, я болмаса үйленейін деп жатыр еді, жігіті алмай кетті деген сондай бір қорқыныштар жаңағы біз қабылдайды екенбіз да. Сол қорқынышпен әбден жаңағыдай қыз бен жігіт болып жүріп жүрген кезде сол қорқыныш все равно біздің миымызда жаңағыдай сигнализация тұрады екен. Сақталып қалады, миымызға жазылып қалады подсознаниемізге. Сол подсознаниемізге жазылған жаңағыдай убеждение, что любой кезде ол мүмкін сені қалдырып кетуі мүмкін, мүмкін сен балалармен қалып қоюың мүмкін, ол басқа келіншек алып кетеді. Сондай қорқынышпен өмір сүргенде бізге выгодно болады екен. Ана күйеуіңнің сондай жұрттың өзінше онша емес болып көрінгені саған выгодно болады. Біріншіден, оның выгодасы біреулер айтуы мүмкін. Ой, молодец, ана күйеуі дым келістірмесе де, мына келіншегі қандай ақылды, балаларын жеткізіп кетіп жатыр. Деп біздің енді қазақ болғаннан кейін оның барлығы біздің өмірімізде бар ғой айналамызда. Я болмаса жаңағы подсознаниемізде әйтеуір мындай зат тұрады. Менің күйеуім онша емес болса, мен оның қасында жақсылау болсам, ол мені тастап ешқайда кетпейді. Ол бір себеп. Сосын менің күйеуім онша емес болса, оны ешкім алып кетпейді менен деген екінші себеп болады екен миымызда. Жаңағы кто на него позарится деп айтады ғой. Сол себептер миымда тұрғанда біз ол күйеуіңді жұмысқа барып, жақсы ақша тауып, әдемі машина мініп, әдемі күшті жаңағыдай болып жүргеніне біз подсознательно өзіміз қорқамыз да, оған болуға жол бермейміз, ондай болуына, күйеуіміз. Сондықтан осы жерде статистикада көп қой, мысалға да қазір ер адамдар аздау, әйел адамдар көп деген сияқты. Біреу қандай болса да күйеуім болса екен деген сияқты армандап жүр. Соны біз қандай болса да өзімдікі болсын, басқа жаққа кетпесін деген сияқты ғой. Бізде өзіміз онда сөзбен
әр сөзімізбен айтып жатады екенбіз. Мен қазір уже соңғы кезде мен осы салада жүргеннен кейін ба әркімнің сөзінен уже нететін болдым. Өткенде бір апаймен сөйлесіп жатсам, тікен сияқты үйтеміз бүйтеміз бір бірімізге дейді. А вот действительно образда егер қарасаң, сол жерде тікен сияқты болып тұрасың бір біріңе, да? Ежиктер сияқты бір бірімізге тікен болып нетіп тұрмыз, ол тікен болып тұр деп, та? Тікен шашы. Сосын айтып қоймын, оказывается, әр сөзіміз біздің жатқан установкалар, біздің ойымыздағы образдар екен ғой, оказывается. И біз ана айтамыз осы, жаным, күнім деп жатамыз да біреулерді. Кішкентай балаларды. А вот сол шынымен бізге біз күн шуақ сияқты етіп, шуағын шашып тұрған сияқты сезінеміз, біз сондықтан сол сөзді айтамыз. Иә? Ал жаңағы кейде бір болады да, бір ұрысқан біреулерде құрсыншы албасты ұқсамай деп та. А на самом деле соның образы бізде сондай болып көрініп тұр да, біз солай қылып. Әр сөзіміз, оказывается, біздің айтып жатқан, ол жай сөздер емес, біз ойлаймыз ғой кейде бір, жай айтып қалды ғой деп. Жай ешкім еш нәрсе айтпайды екен. Ол на самом деле біздің іштегі установкаларымыз. Иә, солар шығады екен. Сөйлейміз. Установкаға байланысты біздің іс-қимылымыздың бәрі соған байланысты. Ал енді осыны тауып алғаны ол бір шаруа. Бірақ енді ол затты өзгертуге болады. Мастер-киттің адамға несімен жаңағы қажет мастер-кит. Сол тапқан установканы біз жоямыз. Жойғаннан кейін ол реально кәдімгідей өміріңе де көрінеді. Неге десеңіз, біздің подсознание біздің өмірімізді 97%-ке жасап тұр. Біз мастер-китпен подсознаниеге кіріп өзгеріс жасаймыз. Сондықтан 97% уже сенің жақсыға қарай деген жаңағыдай, мақсатыңа қарай деген өміріңе күш салады, 97%. Ол қалай негативке күш салады, дәл солай сенің жаңағыдай ресурсқа қарай, болашаққа қарай, ұмтылысқа да дәл сондай күш салады. Сондықтан подсознаниемен жұмыс жасау өте маңызды бүгінгі күнде. Енді жалпы жұмыс істемесек те болады. Бірақ ол автоматты түрде өзінің қабылдаған автопилотта дейміз ғой, да? Өзінің қабылдаған программасыменен, өзінің жасаған пайымдарыменен, өзінің ой тұжырымдарымен өмір сүре береді. Оның қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін де аңғармайды ол. Себебі ол кезінде көрген, кезінде жазып алған біздің іс тәжірибеміз ол. Өзіміздің өмірлік тәжірибеміз. Сондықтан иә, солай деп жүретінбіз. Тоқтиева дейді, арықтады ма? Кім арықтады ма? Арықтатады ма дейді. Арықтатады ма? Вот, дұрыстап нетіп жатырken ғой. Арықтатады. Арықтамауға, мысалға сіздің артық салмақ болудың өзінің де себептері бар. Оның көп пайдасы бар. Ол защита. Біздің ең бірінші. Артық салмақ деген бізді қорғаныш нәрсе болып тұр ғой. Қорғаныш механизмі дейміз ба, сондай ғой. Яғни артық, өткенде мен біреумен осымен сөйлесіп едім да, бір артық салмағым бар, не істеймін деген кездерде. Жүріп кетуден, басқа бір жігіттердің көзіне түсуден, оны қорғап тұрады екен. Сондай нәрселер. Былай қарағанда бір болмайтын установка сияқты. Она работает. Мен осы методиканы алып үйреніп жүргенде бір қызбен сөйлескенмін. Ол кезде жаңа үйреніп жатырмын. Ол қыздың результаты, сенде результат қандай деп енді сұраймыз ғой. Сол кезде ол айтқан, мен салмақ түсірдім. Ол қыз ол кезде бойдақ болды, жасы 30-дан кеткен қыз ба деймін. Жаңағы салмақ түсірдім, мен негізгі установкамды таптым. Содан кейін мен уже 6 ай болды, бір салмақ қосқан жоқпын. Қандай установка тапқаны, көптеген осылай проработкаларды жасап, ең маңыздысы оның салмағын көбейтіп тұрғаны былай болған. Ол бала кезінде, енді семья жас кезінде бірін-бірімен ата-анасының үйінде тұра береді ғой. Мен кішкентай болдым дейді. Соның алдында мен үйдегі ағам дейді, жаңа әкесінің інісі келіншек алды дейді. Мына келіншегі енді қыз балаға қалай невеста, жаңағыдай свадебный көйлекпен, сол мықтана жеңгемді жақсы көретінмін дейді. Бір күндері түнде ағасы ішіп келеді, жаңа келіншекті ұрады. Сосын келіншек қашып келіп бұлардың бөлмесіне тығылады. Сонда мен ана жылағанын көріп постоянно қорқатын едім. Ол жиі солай болып тұрған.
сол есіме түсті дейді. Сосын енді жұмыстана берілген сайын адам уже есіне түсіп тұрған затты жаңағыдай образдарды оқып үйренеді. Неліктен ол есіне түсіп тұр. Ары қарай жұмыс істегенде ол мындай тапты. Оның миына қалып қойған. Ана келіншек, жіңішке кішкентай келіншек, если ол семіз ірі болғанда, ол ана күйеуінен таяқ жемес пе деген сондай ой қалыптасты. Иә, ол таяқ жемейтін еді. Ол үйтіп жылап қашып жүрмес еді деп. Мына қыз ол кезде кішкентай, бірақ миына сол программа отырып қалады. Таяқ жемеу үшін ірі болу керек. Где-то уже 11 бітіргенде менің салмағым уже мықты көп болды дейді. Солай бірте-бірте ол оқуға түседі. Сосын жас қыз болғаннан кейін диетаға отырады. Диетаға отырып, мен бірталай салмақ түсірдім дейді. Салмақ түсіріп, жаңа күшті болып, фитнеске барып жүргенімде, көшеде случайно біреулер бұл қызды ұрып, реанимацияға түседі. Опять же, ана миында программа тұр ғой, жіңішке кішкентай болсаң, таяқ жейсің. Оны ол кезде де білмейді, мастер кеті жоқ. Оны уже емделіп шыққаннан кейін, ол фитнесті бәрі қалады, салмағын қайтадан қосып алады. Осы мастер кетті, сол салмағын түсіру үшін алады. Сосын тұрмысқа шыға алмай жүрген, тұрмысқа шығу үшін соның барлығы жаңағы. Сол шаруасын шешуге сатып алады да, жаңағы заттар тапқаннан кейін ол бірте-бірте уже алып бастайды. Основной ең маңызды установкасы толық болсаң, ешкім сені ұрмайды, таяқ жемейсің деген сондай жаңа установка. Иә, сол где-то бір 7-8 айдан кейін жаңа үлкен группада бәріміз қосылып отырық қой телеграмда. Ана қызды барлығы тұрмысқа шықты деп құттықтаватты. Уже жаңағы қыз өшті. Иә. Сондықтан барлығы мидағы программа. Иә, мастер кетпен миыңа жаңағы өзгеріс кіргізіп перепрограммирование жасауға болады. Біз тұрғанымызбен компьютер екен біздің басымыз, миымыз. Мына ойларымыз ол программа. Компьютерді қалай жұмыс жасайтынын біз барлығы біледі ғой. Сол программа өзгерту арқылы өмірді өзгертуге болады. Менен көбісі сұрайды, қазір мастер-класстар өткіземін ғой, мен апта сайын систематически жүйелі түрде дейміз ғой да. Апта сайын программа қонақтар, клиент емес, олар даже жалпы новичоктер деп атаймыз ғой да, әлі мастер-кет сатып алмағандар. Жалпы бұл не үшін деген сияқты ойлау қабілетін жақсарту, дамыту, не үшін қажет деген сияқты, немесе мақсатқа қалай жетеміз деген сияқты мастер-класстар өткізіп тұрамын. Осы түйсікпен жұмыс істеудің маңыздылығын айтып жеткізу барысында. Бәрі түсінеді, хорошо, жақсы дейді да. Ал енді установкалар табудың да жолдарын бәрін мен сол мастер-класстарда айтып берем. Оның да біраз сұрақтары бар, өзінің арнайы методикада біз қолданатын, жалпы психологияда қолданылатын. Себебі методика бір аспаннан келген жоқ, ол бүкіл психологиядағы әдістер барлығының жиынтығы болып табылады. Сол сұрақтарды дұрыс қою арқылы біз өзіміздің іште қандай ойымыз бар, қандай установкамыз бар табамыз. Тапқаннан кейін ары қарай не істеймін дейді. Ары қарай алып, мастер-кеттің шаблонына салып, оны проработка істейсін деймін. Ал енді қымбат дейді біреулер айтады. Мен дәл қазір ақшам жоқ. Жарайды, сосын айтамын ғой. В принципе, сен таптың ба, енді ары қарай соны жоюдың жолында жұмыс істейсің. Ол үшін аффирмация айтамыз деген бар, иә? Немесе күнделікті жазу техникасы бар. Жазып, жоя бересің, білмеймін. Бұлай мен ойламаймын деп жазасың ба, қалай жазатын? Мен өзім олай жасаған жоқпын. Анау өкпе реніш дегенді жазып көргем кезінде. Бірақ бір апта жазасың деген техниканы, иә? Бір апта ешқашан жазған емеспін. 3-4 күн жазғанда ары қарай уже ұмытып кетесің ба, бірдеңе ғой, короче, қалып кетеді ол жайына. Сондай ұзақ жұмыс істеп, негізі жоюға болады, бірақ енді оның барлығы ұзақ жасалатын нәрсе. Кішкене уақытты, сосын не дейді, кішкене фокуста ұстап, оны да күнделікті жұмыстанып, уақыт бөліп, назарыңды бөліп сол жерге соныменен жұмыс істеу керек болады. Ондай егер уақытыңыз бар болатын болса, онда істеуге болады. Ал бірақ уақыты жоқ болса, енді білмеймін, тиімді жолы бәрібір мастер-кет деп ойлаймын. Осталось 20 секунд дейді. Қоштасамыз ба? Сохраняй. Аха.